Абдулла Қарсақбаев атындағы номер 41-ші жалпы білім беретін мектептің 8-ші сынып оқушысы Қуанышбай Алина. Мен қыс мезгілінде Бауыржан Момышұлы «Ұшқан ұя» романын оқыдым. Менің бабам Имаш 1911 жылы 92 жасында дүние салған. Ол кісі орақ бойлы, орақ мұрынды, шымыр кісі болған. Сол шымыр шалдың 4-ші перзенті менің әкем Момыналы екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты қыз тумас еді. Қартайған шағында сары кемпір деген. Жарықтық өзі аса ажарлы, ақ дидарлы екен. Ол кісі ұлдың бәрі әкесіне тартқай, қыз өзіме ақ құбаша болса екен дейтін. Әжем өз ұлдарына ақ құбаша аруларды айттыруға ынтыққан. Сондықтан да менің әкем 33 жасына шейін сабау қамшылы болған. Әжем оған: «Ей қарақұл, мен саған аса ажарлы өзіме тартқан ақ перизат жанды жолықтырғай деп тілеймін. Тым болмаса немерелерімді жеркен бейіскейтіндей» дейді. Бір кезде көрші ауылда той болады. Той ойын сауықсыз бола ма екен? Киіз үйдің ішінде жас балалар айтысады. Қыз бен жігіт айтысқан кезінде әжем кемпір-сампырлармен еріп ілесіп барады. Сол кезде әжем көңілін салып, қыз бен жігіттің айтысқанына тыңдайды. Сол кезде қыз: «Біздің ауыл мың бұлақ басын ала, басындағы орамалы жасылана. Көңіліңді бізде болғай құдаша, біразырақ отыршы қасың ала» деген кезде әжемнің көңілі босайды. Сол қызға аса ажарлы көздерімен қарайды. Сол кезде қыз қабағын түйіліп осы айтысты жігітпен бірге айтады.